Салем, достар, с вами Learn Kazakh, YouTube канал для изучения казахского языка. Сегодня 14-й день челленджа «Я говорю по-казахски». Сегодня мы будем практиковаться следующим образом. Я задаю вопрос, отвечаю на него сама, а потом отвечаете вы. Кеттік, поехали. Какой твой любимый? Сенің сүйікті қандай? Мой любимый. Менің сүйікті. Сенің сүйікті кітабың қандай? Какая твоя любимая книга? Сенің сүйікті кітабың қандай? Моя любимая книга «Алые паруса». Менің сүйікті кітабым «Қызыл ақжелең». Сенің сүйікті кітабың қандай? Отвечаем на вопрос. Менің сүйікті кітабым. Ваш ответ. Название книги можно и на русском языке. Следующий вопрос. Сенің сүйікті гүлің қандай? Какой твой любимый цветок? Сенің сүйікті гүлің қандай? Менің сүйікті гүлім бақ-бақ. Мой любимый цветок одуванчик. Менің сүйікті гүлім бақ-бақ. Теперь отвечайте вы. Менің сүйікті гүлім. Вы можете поставить видео на паузу, найти перевод названия любимого цветка и вернуться к видео. Итак, ваш ответ. Менің сүйікті гүлім. Следующий вопрос. Сенің сүйікті түсің қандай? Какой твой любимый цвет? Сенің сүйікті түсің қандай? Менің сүйікті түсім сары. Мой любимый цвет желтый. Менің сүйікті түсім сары. Ваш ответ. Менің сүйікті түсім. Сенің сүйікті газетің қандай? Какая твоя любимая газета? Сенің сүйікті газетің қандай? Менің сүйікті газетім жоқ. У меня нет любимой газеты. Менің сүйікті газетім жоқ. Ваш ответ. Название газеты, если оно на русском, не переводится, так же говорим. Например, менің сүйікті газетім «Казахстанская правда». Ваш ответ. Менің сүйікті газетім. Следующий вопрос. Сенің сүйікті жыл мезгілің қандай? Какое твое любимое время года? Сенің сүйікті жыл мезгілің қандай? Менің сүйікті жыл мезгілім көктем. Мое любимое время года – весна. Менің сүйікті жыл мезгілім қыс. Мое любимое время года – зима. Ваш ответ. Менің сүйікті жыл мезгілім. Следующий вопрос. Сенің сүйікті тағамың қандай? Какая твоя любимая еда? Сенің сүйікті тағамың қандай? Менің сүйікті тағамым бешбармақ. Моя любимая еда бешбармақ. Менің сүйікті тағамым бешбармақ. Ваш ответ. Менің сүйікті тағамым. Называем только одно блюдо. Сенің сүйікті бағдарламаң қандай? Какая
твоя любимая программа или передача? Сенің сүйікті бағдарламаң қандай? Менің сүйікті бағдарламам тамаша. Моя любимая передача тамаша. Менің сүйікті бағдарламам тамаша. Ваш ответ. Менің сүйікті бағдарламам. Сенің сүйікті киноң қандай? Какой твой любимый фильм? Сенің сүйікті киноң қандай? Менің сүйікті кином. Менің атым Қожа. Мой любимый фильм «Меня зовут Кожа». Менің сүйікті кином. Менің атым Қожа. На самом деле любимых фильмов много, но я назову именно казахский. Ваш ответ. Менің сүйікті кином. Сенің сүйікті сусының қандай? Какой твой любимый напиток? Сенің сүйікті сусының қандай? Менің сүйікті сусыным қымыз. Мой любимый напиток күміс. Менің сүйікті сусыным қымыз. Ваш ответ. Менің сүйікті сусыным. Сенің сүйікті әншің кім? Кто твой любимый певец? Сенің сүйікті әншің кім? Мой любимый певец Димаш. Менің сүйікті әншім Димаш. Менің сүйікті әншім Димаш. Ваш ответ. Менің сүйікті әншім. Следующий вопрос. Сенің сүйікті әнің қандай? Какая твоя любимая песня? Сенің сүйікті әнің қандай? Менің сүйікті әнім Құстар әні. Моя любимая песня Құстар әні. Жас өмірін мәз өмірін қысқартып, бара жатыр құс қайтып. Зымырлайды менің бала кезімдей, бірі жалт етіп өте шыққан сезімдей. Бірі жалт етіп өте шыққан сезімдей. Кстати, ссылку на перевод этой песни я оставлю внизу в комментариях. Теперь ваш ответ. Менің сүйікті әнім. Друзья, на этом 14-й день челленджа «Я говорю по-казахски» подошел к концу. Встретимся завтра в это же время. С вами был YouTube канал Learn Kazakh. Сау болыңыздар.